Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі біздің жұмысымыз ол екінші стресс. Екінші стресстің тақырыбы қазақ жазушыларының көркем шығармасында Қазақстан тарихының көрініс алуы. Яғни біз бұл тапсырмада бір кітапты оқып, сол туралы сұрақтарға жауап беруге, сол туралы тереңірек қозғайтын боламыз. Мен академиктің көз жасын оқыдым. Ол Қабдеш авторы, оның Қабдеш Жұмаділов. Жалпы академиктің көз жасы кітабы кімге арналып жазылған деген сұраққа ең бірінші жауап беріп өтейін. Ол қазақтың академигі Қаныш Сәтбаев атамызға арналып жазылған. Ал жалпы осы көркем шығарма қандай тарихи кезең мен оқиғаларға арналған деген сұраққа жауап беріп өтейін. Жалпы көркем шығарма бірнеше тарихи оқиғалар мен кезеңдерге арналып, сол кезеңдерде болған оқиғаларды өзінде суреттеген. Оның ең біріншісі және еске алған кезде адамның жүрегі қынжылатындай, адамның көз алдына сондай бір қалай айтсам болады, адамның жаны ашитындай бір сондай сезімдер болады. Ол бізде ашаршылық кезеңі. Ашаршылықты өздеріңіз білетіндей, ашаршылықтан қазақ халқының көптеген қазақ халқы осы кезде қырылып қалған болатын. Және сол кезеңдердегі осы ашаршылықтың қандай ауыр зардаптарын тигізгенін, сол ашаршылық кезеңінде Қаныш Сәтбаевтың не жасағаны туралы осы кітапта баяндалады. Және қосымша бір тағы да мәлімет айтып өтсем, егер осындай ашаршылық, ұлы отан соғысы секілді ауыр жағдайлар болмаған кезде, осы қазақ халқының саны қазіргі уақытта 20 миллион емес, 50 миллионға дейін жетіп қалуы мүмкін деген болжамдар да бар. Ал осы Қаныш Сәтбаевтың сол кезеңде ашаршылықтың кезеңде қандай бір ерлік істері де бар. Ол өзінің туған ауылына, әке-шешесінің басына жалпы ауылын көріп қайтуға бел буады. Сонымен өзіне қасындағы досын, былайша айтқан кезде машина айдайтын шопыры, өзінің арнайы жүк көлігі бар, үлкен бір мықты жолға төзімді жүк көлігімен ауылына барады. Сол ауылда өзінің үйіне барған кезде Тәрмізиді көреді. Ол өзінің әкесінің жалпы інісі асырап алған, былайша айтқан кезде баласы. Ол сол қара шаңыраққа қарап қалған екен, және қасында балалары бар. Және сол ауылдың барлығы да ашаршылықтан зардап шегіп жатыр екен. Әсіресе осы сол ауылда зардап шеккен адамдарды 15-20 шақты жас баланы өзімен бірге алып кетуге бел буады. Ал енді неге жастар болса, өйткені жастардың болашағы бар. Кәрі адамдарды алып кетсе, былайша айтқан кезде олардың күндері былайша айтқан кезде алыс емес. Тура мағынасын айтқанда, одан қайта жас балдарды алып, оларды өсіріп, жетілдіріп, бір жерде тесіп шығатындай бір адам ретінде шығару, сол секілді, сол және еліне, өзінің туған жеріне жаны ашығандықтан осы 15-20 шақты баланы өзімен бірге алып Жезқазғанға алып кетеді. Жарты жолда өзінің әпкесі бар тұғын, ол сол әпкесінің де 2 баласын қосып алып кетеді. Бірақ оның әпкесінің 2 баласы сол әпкесінің ауылына барған кезде Қаныш Сәтбаев ол әпкесінің өмірден 3 күн алдын өтіп кеткенін естиді да, көзінен жас пора-пора сорғалайды. Ол ауылына барған кезде де әке-шешесінің басында жылаған болатын, көзінен жас паралап ағып, пора-пора жас шығып, және осы елінің басына түскен ауыр қиыншылықты, ауыр ашаршылықтың кесірінен де ол есіне түсіп, оны да бір жылап алған болатын. Және оның әпшесінің қайтыс болуы да оның жүрегіне ауыр тиді. Және сол кезде оның жаңағы әпкесінің 2 баласын алып кетеді өзімен бірге. Ал жаңағы Тәрмізі қара шаңыраққа қарап отырған, сонда бірге алып кеткен. Ол айтады: неге сен оларды алып кетесің? Онсызда бізде адам көп деген секілді. Және болмаса ол тамақтарын қызғанды ма одан?
Ал бірақ Қаныш Сәтбаев оған айтады: кезінде менің әке шешем бір балаға зар болған, бір балаға. Ал көп күткен баласы осы бірінші әпкесін айтады: мен қалайша оның екі баласын былайша тастап кетемін, осындай жағдайда мен қалайша тастап кетемін деген секілді ол айтады. Және сол екі баласын қосып алып келеді. Және соның нәтижесінде қазіргі жалпы 20 ғасырдың үлкен бір жаңалықтарының бірі алтын адам. Ол алтын адамды бәріміз кім тапқанын білеміз: Кемел Ақышев. Ал осы Кемел Ақышев жаңағы Қаныш Сәтбаевтың әпкесінің баласы болады соның. Ал Қаныш Сәтбаевтың осы кезде қандай ерлік жасағанын ойлап көрудің өзі бір үлкен бір ғанибет. Мысалы, сол кезде екі баласын тастап кете салғанда не болушы еді? Мүмкін алтын адамды басқа біреулер табуы мүмкін бе еді? Мүмкін мүлде табылмас па еді? Оны бір Құдайға мәлім оның барлығы. Және біз осы барлық тарихтың осылай құрастырылғанына, осылай болғанына біз қатты қуанамыз әрине. Және тағы бір оқиға, ол Ұлы Отан соғысы. Осы Ұлы Отан соғысы кезінде де Қаныш Сәтбаевтың өте үлкен көмегі тиген. 1941 жылы соғыс басталады, бірақ 1937 жылы осы Қаныш Сәтбаевтың 3 ағасын да репрессияға ұшырап, осы 3 ағасын да ату жазасына кеседі. Және 33 жылы, қателеспесем, оның Қаныш Сәтбаевтың әкесін де түрмеде ату жазасына кеседі. Бірақ Қаныш Сәтбаевтың өзіне тиіспейді, себебі олар біледі Қаныш Сәтбаевтың қандай ақылды екенін, Қаныш Сәтбаевтың өздеріне қандай керек екенін. Отаршыл өкімет сондай бір, былайша айтқан кезде, өзінің арам пиғыл ойларын, айуан ойларын былайша айтқан кезде жүргізген болатын. Қаныш Сәтбаевқа тиіспей, сол Қаныш Сәтбаев өздеріне қолданған болатын. Ұлы Отан соғысы кезінде Қаныш Сәтбаев оларға марганецтің қай жерде екенін тауып берген болатын. Және бұл жұмысты Қаныш Сәтбаевқа олар тапсырған. Ал марганец бізге не үшін керек? Марганец бұл, былайша айтқан кезде, танктерге, кез келген бір қорғаныс, былайша айтқан кезде бронь болады ғой, сол былайша айтқан кезде броняға керекті марганец бұл өте қажет материал болып табылған болатын, кең көзі болып табылған болатын. Және осыны тек қана марганец емес, басқа да материалдарды осы Қаныш Сәтбаев отаршыл үкіметке тауып берген болатын. Ал шығарманың негізгі идеясы осы біздің буын, жалпы Қаныш Сәтбаев керемет тарихи тұлға болған, жағдайы жақсы, бақытты адам деп оқып өскен. Ал оның адами өміріндегі қиындықтары мен қасіреттері, қайғылы жағдайларын көп адам біле қоймайды. Оның себебін осы ғалым туралы көп шығармалар ғылыми, қасаң стильде жазылғандықтан оқырманға онша түсіндірілмеген, онша әсер ете қоймаған жалпы. Бірақ Қабдеш Жұмаділов бұл мәселе жағынан, бұл мәселеге басқа қырынан қарайды. Сәтбаев тақырыбына ол өте бір, былайша айтқан кезде, қазіргі тілмен айтқан кезде, фокус қойып кіріскен болатын. Қаныштың жаңа айтып кеткендей, 1932 жылы Қаныштың әкесін түрмеде атып тастайды. 37 жылы жаңағы 3 ағасында репрессиядан аман алып қала алмайды. Ал осы Қаныштың өзінің аман қалуында себебі бар. Бірақ академик те жылайды, өйткені осының бәрін көріп тұрып, қандай адам сенің әкеңді, 3 ағаңды және сенің әпкең де ол кезде әпкесіз де қайтыс болады. Және адам ол кезде қандай сезімде болады? Адамның басқа жылаудан, ішіндегі өкпе назын шығарудан басқа былайша айтқан кезде амалы қалмады десем де болады. Өйткені академик те жылайды, оның да көз жасын шығаруға әрдайым өзінің құқығы бар. Ол үлкен басымен кәдімгідей солқылдап, өксігін баса алмай жылаған кездері де болған. Оның анау президенттіктен, ғылым академиясының президенттігінен алып тасталған кезде ол Мәскеуге кетуге мәжбүр болған. Ал сол Мәскеуге кетуге шығарып салатын кезде бір кәдімгідей өксіп жылайды ғой. Өксіп жылағанның себебі осы қаншама еңбегінің, соғыстан кейінгі қаншама еңбегінің құр босқа кеткенін, былайша айтқан кезде қаншама көмектескенін, еліне, жеріне деген қаншама жағдай жасағанын, жезқазғанды ашқанын, былайша айтқан кезде кен орнын ашқанын
кеңес өкіметі алады да былай жай ғана ысырып тастай салады. Оның қаншама медальдері бар, қаншама ордендері бар. Ол ордендерді ол арнайы жұмыс жасап, арнайы еңбек етіп алған, оны жайдан жай бере салмайды ордендерді. Сол жұмыстарына қарамай, былайша айтқан кезде ғылым академиясы президенттігінен алып тастайды оны. Және ол сол кезде өксіп жылайды, амал жоқ, басқа өксіп жылап амалы жоқтан Мәскеуге аттанған болады. Бірақ Мәскеуге барған кезде ол қол аяғын құшақтап бір жерде отырған жоқ. Ол ары қарай жұмыс істеуге, ол Голощекинге хат жазады, үлкен адамдардың, үлкен беделі бар адамдардың барлығына хат жазып, жағдайдың барлығын қайта қарауын өтінеді. Және ғалымның бұл сәтіне куә болғандар оның бұлай ұзақ әрі бүкіл өне бойы сілкілеп жылағанын бұрын соңды көрмеген деп айтады. Және тағы бір қызық жайт, Қабдеш Жұмаділов осы академиктің көз жасы шығармасында бір қызықты мәліметтер айтып өтеді, қызықты деректер. Адам жылаған кезде екі түрлі жолмен жасы ағады екен. Оның біріншісі, айтқан кезде, кәдімгі біздің жылауымыз, жастың сыртқа ағуы барлығымызға белгілі. Ал екіншісі ол жыламай іштегі өкпе назды іште сақтап қалу. Ішкі, былайша айтқан кезде, жастың ішке қарай ағуы. Бұл негізі ғылымда да зерттелген деп ойлаймын, бірақ толық информация менде әлі жоқ. Адамдар былайша айтқан кезде жыламаса ішке өкпе назына, былайша айтқан кезде, іш құса болып кетеді ғой. Кейбір адамдар шашы түсіп, ештеңеге тәбеті болмай, тамақ жемей, солай аштан аш бір қайтыс болып кеткен адамдарда мүмкін бар. Ал осы ішке қарай жинала беріп, жаңағы Қаныш Сәтпаевтың рак ауруына әсер еткені туралы да айтқан болады. Бірақ ғалымдар мұны әлі зерттей қойды ма, қоймады ма, бұл әлі белгісіз. Бірақ шынымен ойлап қарайтын болсақ, бұл ойға сиятындай жағдай болып табылады. Ал шығарманың басты кейіпкерлері кім және олардың бейнесін сипатта делік. Шығарманың басты кейіпкері Қаныш Сәтпаев. Ол Қаныш Сәтпаев азан шақырып қойған аты, оның Ғабдулғани. Ол кісі өте салмақты, сабырлы болғанын шығармадан бірнеше рет аңғарсақ болады. Және осы соғыс кезеңде жаңағы бұған марганец таппай, отаршыл өкімет, былайша айтқан кезде, бір абдырап, даулап, сондай қалады ғой, жаңағы уайымдап. Ал Қаныш Сәтпаев өз кезегінде салмақтылықпен, өзіне сенімділігімен айтады. Марганецті біз тауып береміз, марганец Қазақстанда табылады деген секілді өзінің бір сеніңкірейтін сөзін айтатын болады. Және осы істі Қаныш Сәтпаевқа сеніп тапсырады. Және Қаныш Сәтпаев өз кезегінде осы соғыс біткенше отаршыл өкіметті, кеңес өкіметін марганецтің, тек қана марганец емес, түрлі кен материалдарымен қамтамасыз етіп келген болатын. Және тағы бір екінші мысал, осы қартайған шағында жаңағы рак ауруына шалдығады ғой. Ол дәрігерлер оған осы жаңалықты естірткен кезде, мысалы басқа адамдар жылау, бұндай уайымдауы мүмкін, уайымға салынып, білмеймін. Ал Қаныш Сәтпаев өз кезегінде сабырлылықпен, салмақтылықпен ол жаңалықты қабылдап, оны түсініп, ал шындықтан басқа жаққа бұрылып кетудің мүмкін емес екендігін алдын ала сезіп, сабырлықпен оны қабылдаған болатын. Және тағы да бір кейіпкерді айтып өткім келіп отыр. Ол Қаныш Сәтпаевтың екінші әйелі. Оның негізі екі әйелі болған. Біріншісі Шарипа ханым, екіншісі Таисия Алексеевна. Бұл екі әйел бір қызығы өмірінде Қанышқа былайша айтқан кезде таласып, бір Қаныштың басын ауыртып ондай неспеген. Ал керісінше оған демеу болып, осы Шарипа ханым ауылдағы өзінің кәрі әке-шешесіне қараған. Ал Таисия Алексеевна осы үнемі осы кен қопарып, дала кезіп жүретін Қанышқа айнымас серік болған. Былайша айтқан кезде қасында жүрген. Қайда барса да, Мәскеуге барса да, осы Қаныштың қасынан бір елі қалмаған, қасында демеу болып, қасында табылып қолдаушысы болып отырған.